Республикамыздың ұлттық музейі Орта Азиядағы ең ірі музей. Онда сақ жауынгеріне тиесілі адам қолынан жасалған тарихи көне құнды бұйымдар, бағалы археологиялық заттар сақталған. 2,5 мың жылдан кейін табылған алтын адамның тарих беттеріндегі өмірі біраз жылдар бойы тек отандық көрме залдарында ғана көрсетіліп келді. Ұлы көшпенді өркениеттің жауынгерін қазіргі уақытта әлемдік деңгейде таныту қолға алынды. Мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің бірлескен күшінің арқасында сақ жауынгері бүгінде Беларусь, Ресей, Әзербайжан және Қытай елдерінде кеңінен таныстырылды. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жобасы ендігі кезекте Польша елінде өтпек. Ұлы дала мұрасы, зергерлік өнер жауһарлары көрмесі еуропалықтарды Қазақстан тарихындағы асыл мұрамен таныстыратын болады. Бүгін алтын адамның келесі шеруі жалғасын тапқалы тұр. Ол Польша Республикасы Гданьск қаласына аттанғалы тұр. Біз музей қорынан 101 атаулы 298 сақтан бірлікті аттандырғалы тұрмыз. Алтын адамның бұл шеруі күнделікті шеруден өзгеше, оның себебі Сармат көсемінің баруы. 1999 жылы Атырау облысында жасалған экспедиция кезінде белгілі қазақстандық археолог Зейнолла Смашев әлемге Сармат қолбасшысының бейнесін таныстырды. Дәлірек айтқанда, Аралтөбе қорғанынан жауынгердің әйелінің, 2 тұлпарының және итінің сүйектері мен бағалы бұйымдар табылды. Бұл Сармат көсемінің ерекшелігі сол, басқа қорғандарға қарағанда ерте заманда тоналса да өзінің құндылықтарын сақтап қалған. Оның бойынан 300-ге жуық әртүрлі ромб тәріздес, конус тәріздес, төртбұрыш тәріздес алтын әшекейлер табылған. Сонымен қатар оның бойынан аңшылық, қару-жарақтар, тағы басқа құстардың, аңдардың сүйектер табылған. Соған қарағанда бұл көсем болып табылған, яғни ол аңшылықпен, саятшылықпен айналысқан, қару-жарақтар табылған. Гданьск қаласы Польшаның солтүстігіндегі әдемі шаһар мен Қазақстанның астанасын бұл көрмеден бөлек өзге де жайттар тығыз байланыстырады. 1996 жылы Гданьск пен Астана ресми түрде ынтымақтастық орнатты. Длуга көшесі бұрындары патша жолы деп аталған. Аталған көше арқылы патша заманындағы Гданьск қаласының билік басындағылары мен ақсүйектерінің жиыны өткізіліп тұрған тарихи жерге жетуге болады. Бүгінде бұл ғимарат шаһар музейіне тиесілі. Алтын адамның көрмесі міне дәл осы жерде ұйымдастырылмақ. 40 жылдары ағылшындар Гданьск қаласында жарылыс жасаған сәтте немістер ең бірінші кезекте тарихи ескерткішті сақтап қалу жолын ойлаған. Сондықтан да оларды немістер Германияға тасыған. Соғыс біткеннен кейін Польша ғалымдары сол тарихи ескерткіштерді кері қайтару жұмыстарымен айналыса бастады. Олар немістермен бірге сол тарихи картиналар сақталған жерлерді аралаған. Мәселен, мына картинаны тығып қойған жерінен қайта тауып, қалпына келтіріп, оны өзінің тарихи отанына қайта әкелген. Өкінішке қарай кейбірін таба алмады. Көз тартатын жабдықтардан бөлек музей өзінің технологиясымен де ерекше. Сондықтан да Польшаның ылғалды климаты экспозициялардың бұзылуына еш кедергісін тигізбейді. Климатты бақылауға арналған автоматты технология құнды экспонаттардың тиісті температурада сақталуын қамтамасыз етеді. Енді бұл жерде жаңа айтып өткендей теңізден келетін ылғал болғанымен жалпы музейде бұл үлкен жолға қойылғандығы бізге бірінші күннен көңілімізге жақты. Себебі сақтау, қорғау жұмыстары өте жақсы. Атап айтатын болсақ, терезелеріне, есік тұтқаларына барлығына жаңа сигналды нелер келген, тұтқалар қойылған. Және де залдағы, көрмеленетін залда газды қабылдағыш сигналды нелер орналасқан. Қазақстан делегациясының құрамында тарих ғылымының кандидаты Кемаль Ақышев атындағы археология ғылыми зерттеу институтының директоры Марал Хабдулина бар. Оның өмірінде алтын адам ерекше рөлді атқарады. Өйткені сақ жауынгерін Марал Хабдулинаның жары белгілі археолог Кемаль Ақышев тапқан болатын. В советское время и вообще в европейской, так сказать, науке
Кеңес кезеңі мен Еуропа ғылымында тарихтағы 13-14 ғасырдан бастап өмір сүрген Азия көшпенділері әдетте жауынгер тайпа ретінде суреттелген. Күш мықтылығымен тарихта қалған тайпаның шын мәнісінде тек қоқан-лоққы көрсетумен ғана емес, сонымен қатар ел болу үшін күрескендігін бүгінгі таңда біз айқын зерттедік. Олар Еуропа мен Азияны бір мәдени кеңістікте ұстап тұруға тырысқан. Бүгінгі заманның адамы көне дәуірдегі мәдениетті бір ғана елмен немесе бір ғана өңірмен байланыстырмауы тиіс, яғни ортақ мәдениеттің бар болғанын ескеруіміз керек. В едином культурном пространстве. Сарматизм көп жағдайда Польша ақсүйектері мәдениетінің ерекшелігі мен оның батыс еуропалық дәулеттілерден айырмашылығын аңғартады. Мәселен, шығыс стиліне жататын шапан, белбеу, қылыш сынды бұйымдар осының дәлелі. Этого сармата привезли не зря, потому что... Бұл сарматты жайдан жай әкелген жоқ. Өйткені сарматтың археологиялық мәдениеті батыс Қазақстан мен оңтүстік Орал маңын қамтиды. Міне бұл тайпаның бас ордасы сол жақта орналасқан. Олар өз заманында Рим империясына қарсылық көрсеткен Парфян патшалығын құрған. Бұл да қызық тарих. Олар Каспий жағасымен төмен түскен. Сонымен қатар олар Диадох пен Александр Македонский негізін қалаған грек Бактрия патшалығын жоюға қатысқан. Демек біздің тарих ортақ. Тарихымыз тереңде жатыр. Сонымен қатар тіліміз бен антропология жағынан да ұқсастықтар бар. У нас очень много... Шараның ашылу салтанатына Гданьск қаласының мэрі Петр Вайчук, Қазақстан Республикасының Польша Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Марғұлан Баймұхан, Гданьск музейінің басшысы Вальдемар Асовский және Кемал Ақышев атындағы археология ғылыми зерттеу институтының директоры, тарих ғылымының кандидаты Марал Хабдулина қатысты. Коллекция уникальная, коллекция вызывает. Көрмеге қойылған мәдени құндылықтар коллекциясы өте керемет. Үлкен қызығушылық танытып жатыр. Бұл жерге тек Гданьск қаласының тұрғындары ғана емес, сонымен қатар Варшава, Кракова сынды өзге қалалардан да көп адам келді. Бұл жерден Польшада өмір сүретін қазақ диаспорасында көруге болады. Өз кезегімізде біз әрине Польша халқына, жалпы Еуропа жұртшылығына біздің тарихымыздың, ата-бабадан қалған мәдениетіміздің қаншалықты бай екенін көрсеткіміз келеді. Менің ойымша бұл өте маңызды іс-шараның бірі. Оның үстіне мұндай жобаны біз Еуропалық одақ аясында тұңғыш рет өткізіп жатырмыз. Айта кету керек, бұл көрме Астананың 20 жылдығы аясында өтіп жатқан тұста, бір қызығы дәл осы уақытта Польша елі тәуелсіздігінің 100 жылдығы тойланып жатты. Қазақстан Еуропада өткізіп жатқан көрмесі үшін ең бірінші Польша еліндегі Гданьск қаласын таңдағаны өте қуанышты жағдай. Қазақстан елшісі бұл көрменің аясы кең екендігін айтты. Көптеген елдерде өткізілген екен. Бұл шара екі ел арасындағы мәдени байланыстың бастауы деп білеміз. Көрме келушілер үшін көптеген сан түрлі тарихи ұқсастықтар мен таңғажайып жаңалықтарға толы болды. Мәселен, алтын адам Гданьск музейіне Орта Азиядан жеткізілген алғашқы ескерткіш. Бұл біз үшін өте маңызды күн. Тарихи сәт десек те болады. Өйткені осы уақытқа дейін біздің музейге Орта Азия елінен ешқандай көрме ұйымдастырылған емес. Мұнда расымен де өте құнды экспонаттар жиналған. Сонымен қатар бұл көрме Қазақстан мен Польша арасындағы ынтымақтастықты нығайтатын ерекше шара. Себебі мұнда қазақ және поляк халықтарының ұқсас көшпенді өмірлері көрсетілген. Аталған кешке Гданьск қаласының ғылыми және шығармашылық зиялылары көптеп жиналды. Келген әрбір қонақтың көзі бірден сақ жауынгері алтын адамға түсті. Я здесь в Польше уже работаю долго. Менің Польша елінде жұмыс істеп жүргеніме біраз уақыт болды. Осындай көрмені ұйымдастырған қазақстандық достарым үшін өте қуаныштымын. Мұндай көрмелер әрдайым ерекше, бағалы әрі қызықты тарихи оқиғалардың куәсі болуға мүмкіндік береді. Менің ойымша, бұл алтын адам көптеген Қазақстанның азаматтары үшін қымбат символдың бірі. Интересная. И ваш золотой человек это действительно. Тарихта жазбаша таңбасы қалмаған көптеген ұлттың көне мәдениеті әдетте археологиялық қазба жұмыстарының арқасында ғасырдан ғасырға мұра болып қалады. Мұндай ашылулар адамзат тарихының көрінісін сипаттап қана қоймай, түрлі ұлттың ортақ мәдениетінен де сыр шертетіні анық.